айдары арқылы, яғни жағымды ахуалымызды орнатып алайық. Ол үшін тақтаға назар аударайық. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айтарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Жақсы, енді балалар мына жерде балалар біздің бүгінгі сабағымыздың өн бойында жүретін, яғни құндылықтарға тоқталайық. Бірлік және ынтымақ, әділдік және жауапкершілік осы екі құндылық барысында біздің сабағымыз ары қарай жалғаспақ. Сол үшін қазіргі жағымды ахуал барысында, яғни сендерге бірінші жаңа сөйлемді оқимын, ары қарай жалғастырасыңдар. Достармен тату болу үшін мен жақсы. Біз бірімізді қолдаймыз, себебі біз асылай бірсін болғаннан кейін бірлік болу. Жақсы. Ынтымақ болған жерде бірлік бар. Бірге жұмыс істегенде жұмысымыз жеңіл болады. Егер әділетсіздік көрсем, мен Назерке тоқтағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасын пысықтап алайық. Ол сол себепті, яғни мына тақтаға көңіл аударайық. Workbook платформасында, яғни жұмыс жасаймыз. Бастайық. Сұрақтарға жауап береміз балалар. Орнымызда отырып жауап берсек болады. Бірінші сұрақ: дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық модельдері қаншаға бөлінеді? Санжар? 4-ке бөлінеді дейді, көрейік қазір. Дұрыс екен, балалар? Келесі ары қарай. Дүниежүзілік шаруашылық орталық қанша орталыққа бөлінеді? Ғанел? 10 орталыққа бөлінеді. Қане көрейік. Жақсы, дұрыс екен. Келесі. Дүниежүзілік шаруашылық құрамы негізгі қанша аймаққа бөлінеді? Кім айтады? Асылай. Дүниежүзілік шаруашылық құрамы негізі 6 аймаққа. 7 аймаққа ма, 6 аймаққа ма? 7. Алып көрейік. 7 аймаққа бөлінеді. Жақсы. Олай болса, ары қарай жаңа сабағымызды жалғастырайық. Сабағымыздың тақырыбы, яғни дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. Оқу мақсатымыз 14.1.7 дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыру. Яғни бүгінгі сабақта қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдерді салыстыратын боламыз. Жаңа сабағымызды балалар бастамас бұрын бізде стоп-кадр әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды кішкене түсініктеме беріп кетуге, бейнероликке жақсылап назар аударайық. Экономикалық даму бұл тек өндіріс көлемінің артуы ғана емес, сонымен қатар халықтың өмір сүру сапасының жақсаруы, технологиялық ілгерілеу және әлеуметтік құрылымның өзгеруі. Елдерді салыстыру үшін қолданылатын басты құралдар ол жиынтық ішкі өнім. Жиынтық ішкі өнім бұл ел аумағында бір жылда өндірілген барлық тауарлар мен қызметтердің құны. Жиынтық ұлттық өнім бұл ел азаматтарының ел ішінде және шетелде тапқан табысы. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім елдің жалпы табысын халық санына бөлу арқылы есептеледі. Бұл халықтың орташа өмір сүру деңгейін көрсетеді. Тек экономикалық өсім елдің толық дамуын білдірмейді. Біріккен ұлттар ұйымы қолданатын адам даму индексі үш негізгі факторды біріктіреді. Біріншісі, ұзақ және сау өмір бұл халықтың орташа өмір сүру ұзақтығы. Екіншісі, білім деңгейі, яғни сауаттылық деңгейі мен оқу жылының орташа ұзақтығы. Үшіншісі, лайықты өмір деңгейі, оған жан басына шаққандағы ұлттық табыс жатады. Қазіргі таңда әлемдік экономикада цифрландыру мен жасыл экономика басты трендке айналды. Елдердің бәсекеге қабілеттілігі тек мұнай немесе газбен емес, адами капиталдың сапасымен өлшенеді. Жақсы. Олай болса, балалар, яғни біз қазір көрген бейнероликте не туралы оқыдық? Дүниежүзі елдерінің экономикалық дамуы
тек қана ол елдің экономикалық дамуына ғана емес, несіне байланысты болып келеді екен? Өндіріс көлемімен емес, білім, денсаулық, сонымен қатар табыс деңгейімен өлшенеді дейді, иә? Жақсы. Балалар тақтаға назар аударайық. Бірінші тапсырма бізде жеке жұмыс. Яғни сіздер әр материктен бір мемлекетті таңдап, сұрақтарға жауап береміз. Мына жерде бірнеше сұрақтар берілген. Яғни мына тұрған бізде картадан, иә, дүниежүзінің картасы ғой берілген. Ал балалар бірінші тапсырма бойынша кім айтады? Назерке оқиды. Менің алған мемлекетім Бразилия. Бразилияның географиялық орны оңтүстік Американың шығыс және орталық бөлігінде орналасқан. Шекарасы Аргентина мен Боливия. Дүниежүзілік саудадағы орны негізгі экспорт өнімдері кофе, соя бұршағы, қант, сигареті, сауда серіктестері Шина, Аргентина. Өнімнің сұранысы Бразилия өнімдері әлемде жоғары сұранысқа ие. Себебі табиғи ресурстарға бай, ауыл шаруашылығы дамыған. Қамтылған аймақтар Азия, Солтүстік Америка, Еуропа, Латын Америкасы елдері. Жақсы. Жақсы, балалар бұқырауы. Келесі. Және қай мемлекет қалды? Мен таңдаған мемлекет ол Үндістан. Үндістанның географиялық орны Үндістан оңтүстік Азияда орналасқан, солтүстігінде Гималай таулары, оңтүстігінде Үнді мұхиты, батысында Араб теңізі, шығысында Бенгал шығанағы орналасқан. Шекаралас көршілес елдер олар Пакистан, Қытай, Непал, Будан, Бангладеш және Мьянмамен шектеседі. Дүниежүзілік саудадағы орны Үндістан әлемдік нарықта маңызды орын алатын ел. Ол ақпараттық технология, фармацевтика, тоқыма және ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттайды. Өнімнің сұранысы Үндістанда өндірілетін дәрі-дәрмек, күріш, шай, дәмдеуіштер мен бағдарламалық қамтамасыз етуге халықаралық сұраныс жоғары. Қамтылған аймақтары? Азия елдері, Еуропа, Африка, ақш және тау шығысындағы мемлекеттер. Жақсы. Келесі. Назерке оқиды. Қай мемлекет? Мен таңдаған мемлекетім Қазақстан. Географиялық орны Қазақстан Еуразия материгінің орталығында орналасқан мемлекет. Шекарасы Қазақстан 5 мемлекеттен шектеседі: Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан. Дүниежүзілік саудадағы орны Қазақстан мұнай, газ, уран, көмір, металл экспорттайтын ірі мемлекет. Өнімнің сұранысы Қазақстанның мұнайы, газы, ураны және бидайы әлемдік нарықта жоғары сұранысқа ие. Қамтылған аймақтары? Қамтылған аймақтары Қазақстан өз өнімдерін Еуропа, Азия елдеріне және ТМД мемлекеттеріне экспорттайды. Жақсы, дұрыс. Отыра ғой. Балалар тақтаға назар аударамыз, яғни бізде үшінші тапсырма топтық жұмыс. Әр топқа, яғни тапсырма беріледі. Бұл жерде макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша елдерді салыстырамыз. Одан кейін олардың даму деңгейін анықтап, алдыларында тұрған ноутбукта, яғни онлайн кескін картамен жұмыс жасайды, жарай ма? Бірінші топ, яғни дамыған елдер бойынша сендер мына сұрақ барысында жауап беріп, қазір не беремін, компьютер беремін, сол компьютерда осы дамыған елдерді, яғни онлайн кескін картада көрсетесіңдер, жарай ма? Екінші топ, асылайын топ, жаңа индустриялы елдер бойынша сендер мына жерде берілген жаңа индустриялы елдер қалайша тез дамып кетті деген сияқты сұрақтар бойынша осы сұрақтарға жауап беріп, алдыларындағы ноутбукта, яғни Red Bull платформасында онлайн кескін картамен жұмыс жасаймыз. Үшінші топ, бізде бағалайтын тобы, дамушы елдерге тоқталасыңдар сендер. Түсінікті ма? Осы дамушы елдерді, яғни алдыларында компьютерда онлайн кестеге түсіресіңдер. Кескін картаға. Балалар, үшінші тапсырма бойынша топтық жұмыс дайын ба? Дайынбыз ба, жауап береміз ба? Қай топ дайын? Екінші топ па? Яғни екінші топ бізде жаңа индустриялы елдер бойынша берілген болады. Кәні кім айтады? Кім оқиды? Бізде берген сұрақ, жаңа индустриялы елдер қалайша тез дамып кетті. Біз картадан Үндістан, Бразилия және де Германияны белгіледік.
Сұраққа жауап беретін болсам, олар ашық есік саясатын ұстанып, шетелдік инвестицияны тартты, арзан жұмыс күшін пайдаланып, әлемдік зауытқа айналды және білім беру жүйесін техникалық мамандар даярлауға бағыттады. Сол үшін олар дамып кетті. Жақсы. Онлайн кескін картада көрсеттік қой, иә? Дұрыс. Жарайсыңдар. Ал келесі қай топтайын? Бірінші А тобы, иә? Сіздерге берілгені дамушы елдер, иә? Кім оқиды? Біз дамыған елдер алдық. Оған ақш, Германия және Жапония жатады. Дамыған елдер болу себебі олар шикізатқа тәуелді емес, олардың экономикасы бірлік экономикасына негізделген. Мұнай бағасы түссе де олардың интеллектуалдық өнімдеріне бағдарламалар, дәрі-дәрмектер, патенттер сұраныс азаймайды. Жақсы. Онлайн кескін картада көрсете білдік, иә? Түсірдік қой. Қай мемлекетте жатады деді? ақш, Жапония, Қытай, Германия көп қой. Дамыған елдер қатарында. Жақсы. Келесі бізде үшінші С тобы, иә? Балалар үшінші тапсырма бойынша дайын болып қалдық па? Олай болса жаңа айттық қой, иә? Біз бұл тапсырмада, яғни алдыларында компьютерде онлайн кескін картамен жұмыс жасаймыз деді. Компьютерге, яғни Google-ға барамыз. Осы жерге Rectal.net деп жазып аламыз. Барлықтарын кәдімгі көріңдер, алдыларында ноутбукқа жазыңдар. Сол кезде мынандай терезе ашылады, иә? Бұл жерден, яғни карта батырмасын басасыңдар. Барлықтарын бастық па? Балалар? Мені, мынадай бізде не шығады? Картаның үлгісі шығады, иә? Барлықтарын басып алыңдар. Одан кейін кешіріңіздер, мына жерде бізге керек емес ақпараттар шығып кетті. Яғни сол жағында балалар настройкиге кіреміз. Осы жерден свет заметки деген тұр ғой мынау. Осы батырманың шетіндегі бөлікті басамыз, мына жерде сурет берілген, иә? Сонда бізде мына жерде түстер шығып тұр. Көріңдер ғой? Осы түстерден кез келген өздеріне қатысты, яғни ұнаған бір түсті таңдап аламыздағы, міне мемлекеттер, иә? Көрсетілді ғой? Кез келген басып алып, яғни жаңағы әр топқа берілді ғой, иә? Бірінші топқа дамыған елдер, иә? Екінші топ жаңа индустриялы елдер, үшінші топ дамушы елдер. Яғни дамыған елдердің қатарына қандай мемлекеттер жатушы? Жапония. Жақсы. Сол мемлекеттерді сендер мына жерде бізде көрсетеміз. Мысалы жаңа айтып жатсыңдар. ақш деп жатсыңдар, иә? Міне. Осылай белгілейміз онлайн картада. Түсінікті ғой? Іске сәт. Олай болса жалғастырыңдар жұмыстарды. Келесі бізде үшінші топ қалды, иә? Үшінші топқа, яғни дамушы елдер берілген болатын. Соның ішінде Қазақстан бойынша, яғни даму не үшін кедергі біздің Қазақстан мемлекетінде? Кәні оқимыз. Жауап бере ғой. Негізгі кедергі шикізат қарсы. Дайын өнім шығарғаннан гөрі шикізатты сату оңайырақ көрінеді. Бұл өңдеу өнеркәсібі мен ғылымның тежелуіне әкеледі. Ғылымның тежелуіне әкеледі дейді. Дұрыс па балалар? Дұрыс, иә, жақсы. Яғни дамушы елдерді онлайн кескін картаға түсірдік па? Түсірдік, иә? Қай мемлекеттер жатады деген дамушы елдерге? Қазақстан. Жақсы. Контакт. Настройка. Сеть сателлит. Это же когда вернешь. Жаңа индустриялы елдер Үндістан, Бразилия, сосын Германия мемлекеттері. Жақсы, дұрыс. Дұрыс. Олай болса, балалар сабағымызға кері байланыс бере отырайық. Яғни флоужи әдісі бойынша мына жерде
тақтада, яғни сабақты түсінбедім десеңдер, қызыл батырмасын басамыз. Сұрақтарым бар десеңдер, сары батырманы, сабақты түсінсеңдер, яғни сабақты түсіндім деп жасыл батырманы басамыз. Келіңдер. Балалар бізге 10 оқушы сабақты түсініп берді. Сабақ түсінікті болды ма? Жақсы, жарайсыздар. Ары қарай үй тапсырмасын алайық. Балалар үйге тапсырма жазып аламыз сәттеріңізге. Қазақстан 2020 жылы қандай экономикалық деңгейде болады деген тақырыпта балалар эссе жазып келеміз. Үйге тапсырма жазып алыңдар, жарай ма? Жақсы, сау болыңдар. Сабағымыз осымен аяқталды.